Менің бұл отырып тоқып жатқан станогым өрмек тоқу өнері, терме бау тоқу деген сөз ғой. Бұл негізі жалпылама өрнек тоқу өнері деп айтылады. Осындай өте қарапайым станок, бұған ешқандай көп артық заттардың қажеті шамалы. Ең бірінші бұған қажеттісі мосы. Бұл 3 пұт мосы деп аталады. Мына ортасында қырқары бар, қырқарына терме баудың мына күзуін іліп қоямыз. Ар жағында бұған қажеті адарғы. Адарғы деген мынандай төртбұрышкәлі, екі жақ жәнін тегістеген, жіпті қиып кетпейтіндей қылып жасаған ағаш. Одан кейінгісі қылыш. Қылыш та сырты пішіні қылышқа ұқсас. Бұлай қолға ұстап, бұлай ұруға ыңғайлы. Екі жақ жәнін жіпті қимау үшін өте майдалаған. Мынау көп қолданған менің қылышым. Және де мына жерде теру үшін теру ағаш деген пайдаланылады. Бұған қазір мен темірден